Келесі сөз нөмірі 113 мектеп гимназияның көркем еңбек пән мұғалімі Ушигишева Асылжан. Рахмет сізге. Саламатсыздар ма, әріптестер, қалдарыңыз қалай? Мен Жетісу ауданы 110 мектептің көркем еңбек пәнінің мұғалімімін, қыздар тобына сабақ беремін. Менің элективті курсымның тақырыбы шебер қолдар. Шебер қолдар 6-шы сыныптарға арналған, 5-6 сыныптарға арналған тақырып. Менің сабақтағы мақсатым оқушыларға қазіргі кезде білесіздер заман, ғылым мен білімнің заманы, технологиялардың жаңа дамып жатқан заманы. Сол үшін қыздарды қол өнер, өзіміздің ата-бабамыздан келе жатқан қол өнерді одан әрі толықтыру арқылы қазіргі кезде жаңа технология бойынша қалай жасауға болатындығы туралы көрсетіп, үйретіп, солардың дағдыларын дамыту. Ал енді сабақтың міндеті, білесіздер, қабілет, оқушылардың қабілеттеріне қарай отырып, оларды өздігінен ықыластық, талпыныс, қызығушылық танытуға дағдыландыру. Жалпы білесіздер, оқушылар өздігінен еңбек етуге баулыған кезде олар қызығу арқылы дамытып отырады өздерін. Әртүрлі құрал-саймандарды қолдану, әртүрлі дәстүрлі емес материалдарды қолдану арқылы, жұмыс істеу арқылы олар өздерінің ойын дамытып отырады үнемі. Және бұл сабақтағы мақсатымыз оқушылардың істеген жұмысының сапасына, оның қасиетін сыни тұрғыдан ойлау, анализдеу арқылы біледі. Әрбір жұмысты жасау барысында оқушылар әртүрлі затты қолмен ұстап көру арқылы, онымен жұмыс істеу арқылы қолдың моторикасын дамытады деп айта аламын. Ал енді осы сабақта біздің күтілетін нәтижеміз қандай? Материалды тиянақты меңгеріп, ой өрістерін кеңейтеді. Шығармашылық қабілеттерін креативті және ерекше шешімдерімен көрсетеді. Оқушылар бір-бірін бағалай отырып, өздерінің жұмыстарынан қалай бағалай бір-бірін. Міне соны үйренеді, бір-бірінен көреді, сапасына қарайды, кімдіке қалай шыққан, өз-өздеріне бағалау арқылы, бірінің жұмысын салыстыру арқылы, көру арқылы үлкен өздеріне көп жақсы жағын алады. Және бұл жұмысты орындай отырып, олардың техника қауіпсіздік ережесін сақтауға үйренеді. Әрбір жұмыстың өзінің техникалық қауіпсіздік ережесі бар. Қолмен жұмыс жасау кезіндегі олардың еңбектері, жұмыстарын жасау кезінде қандай құралдарды пайдалану керек, қайсыны қалай беру керек, ине жіпті ұстаған кезде жіпті қанша мөлшерде ұстап алу керек, не болмаса қазір кезде жүннен жасалған жұмыстар өте жоғары деңгейде дамып жатыр. Онымен жұмыспен істеу кезде екі түрлі құрғақ күйінде және ылғалды түрде пайдалану арқылы осының барлығын қыздар оқушылар үйренеді. Неге жалпы бұл сағат тақырыбында көп сағатқа бөлінген, соның ішінде көбінесе мен тоқымаға көңіл бөлдім. Тоқыма қандай заттардан дайындалады. Тоқымада қыздар әртүрлі мына суретті көріп отырғандай түрлі түсті, өте үлкен емес, өздеріне тиянақты шағын ғана тоқыма жұмыстарын пайдаланып, әртүрлі жеміс-жидек болсын, кез келген нәрсені ойыншық, авторлық ойыншық жасауға барлығына да қыздар үйренеді деп айта аламын. Және жұмыста өздігінен шығармашылық қабілеттерін дамытып, өз жұмыстарын талдауға да үйренеді. Әрбір жұмыс істеу барысында олар жұмысты талдау керек. Қандай материалды қолданып жатырмыз, қандай қауіпсіздік ережесі бар, сол қауіпсіздік ережесін қолданып жұмыс жасаған кезде әрбір сабақтың әртүрлі жұмысын жасау кезіндегі қауіпсіздікке көңіл өте көбірек бөлінеді. Және біріншіден тазалық, гигиена, сіздер білесіздер, жалпы бірінші мектепке кіргеннен бастап оқушылар гигиенаға, тазалыққа көңіл бөледі, одан кейін өздерінің жұмыстарының қауіпсіздік ережесіне көңіл бөледі. Мына жерде қарап отырсаңыздар, оқушылар әртүрлі жеміс-жидектерді тоқып отыр, әртүрлі өздеріне қажетті заттарды, бұйымдарды тоқу арқылы өздерінің ойларын дамытып отыр. Бір-бірінен көреді, үйренеді, жұмысты қалай қолдың моторикасын дамытып, жоғары дәрежеде жұмысшылар жасайды деп айта аламын. Ал енді мұғалімдер, ұстаздар, қандай сұрақтарыңыз бар, қойып айтсаңыздар болады. Міндетін айттық, нәтижелігін айттық, мақсатымызды айттық. Керемет. Апай, жұмысыңызға сәттілік.